Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге бір қамырдан екі түрлі өте дәмді үй нанының жасалу жолымен бөлсемін. Жұмсақ, өте дәмді және хош иісті болып шығады. Достар, менің каналымда қарапайым заттармен жасалған көптеген рецептер бар. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен жылы суға бір ас қасық қант және бір ас қасық толтырмай ашытқы салып араластырамыз. Аздаған сұйық май қосып, оның үстіне жарты шай қасық тұз салып, ерігенше барлығын араластырып аламыз. Ұнды елеуіштен өткізіп, шетінен аз-аздан сала отырып, ең алдымен венчикпен араластырып аламыз. Қамыр қоюланғаннан кейін қолымызбен алып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қолымызға жабыспас үшін бір ас қасық сұйық май қосып, ары қарай илеп аламыз. Көтерілу үшін жылы жерге 40 минутқа бетін жауып қоямыз. Қамыр ашығаннан кейін астына сұйық май қосып, оны біреуін үлкен етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Үлкен бөлігінен қарапайым нан, ал кіші бөлігінен батон нан жасаймыз. Нанның арасында ірі-ірі ауа бөліктері қалмас үшін дәл осылай етіп оқтаумен жайып жасап алдым. Нанды жайып алғаннан кейін оны осылай екіге бүктедім. Оны екінші рет оқтаумен жайып және тағы да екі шетін бүктедім. Нанның үстін оқтаумен жай ғана басып, дәл осылай етіп, бір-біріне бүктеп, орап жасап шығамыз. Келесі кезекте форманы майлап, жасаған дайын нанды формаға салып тағы да қойып қоямыз. Келесі батон нанды да оқтаумен дәл осылай етіп екі рет басып жасап шығамыз. Нанды көтерілу үшін тағы да 20 минутқа бетін жауып қалдырып, келесі кезекте бір ас қасық сұйық май және бір ас қасық суды бір-біріне араластырып, оның бетіне жағып шығамыз. Немесе жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Көтеріліп дайын болған нанды өткір пышақпен немесе осындай лезвиямен кесіп шығамыз. Алдын ала қысып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Нан пісерге таяу бүкіл үйдің іші керемет хош иісті болып, тәбетіңізді аша түседі. Нанның беті жұмсақ болу үшін бағана қалған су мен майды жағып шықтым. Ал егер дәл осылай қытырлақ нанды ұнатсаңыз, онда ештеңе жақпай қойыңыз. Дәл осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ нанымыз дайын. Достар, алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз.